Түркістан қалалық емханалары халықты заңсыз тіркеп алу туралы өткен сандарымызда айтқан болатынбыз. Әйтсе де көрер көз естір құлақ болмай жатыр. Осы аталған мәселе бойынша редакциямызға хаттар мен қоңыраулар жиілей түсуде. Бұл заңсыздық қашанға дейін жалғаспақ? Үлкен заңсыздық орын алып жатқанда тиісті орындар қандай да бір шара қолданбай отырғандығы қалай? Неліктен дәрігерге мұқтаж болып барған науқас өзі қалаған емханасына тіркеліп ем жүргізе алмайды? Бір адамды тіркеу үшін ақылдасасыздар. Ақылдасамыз. Ақылдасалады. Өйткені бас дәрігердің атына өтініш жазылады. Бас дәрігер тиісті адамға тіркеуге өтініш жазған екен, неше күн ішінде қаралады? 5 күн ішінде енді менің алдымда қазір 1000-ға жуық өтініш жатыр. Ну понятно, түсінеміз. 1000-ға жуық мынандай. Дұрыс. Қазір көрсеңіздер болады. 980 ба 990 осындай. Тек қана неден жаңағыдай Тимурдан емесінен почти 900 жылға списігі бар. Соларды тіркеп батырсыздар ма сіздер қазір? Сол біз әкеліп қойдық қой, енді тіркене қаламыз ғой. Бұндай деген хабарласып жатқан адам жетерлік. Оның барлығы неге ашеккемен тартылды, неге Талғат пен Ақзер екеуіне тартылып кете береді ғой? Жоқ, мысалы біз енді 3,5 мың адамды тартып алдық, например. Кім тартып алды? Ақзереңіз бар, Мкүту бар, Ақмарал бар, Шынос бар. Сол кісілер сізден тартып алды ма? Бізден 3,5 мың адамды тартып алды мысалы. Тартып алуға болады деген сөз ғой сонда? Тартып алуға болады деген кезде науқан кезінде. Науқан кезінде тартып алған болады деген сөз ол заңсыз емес, заң жүзінде, конечно, болады. Болады ма? Заң жүзінде тартып алуға болады ма? Заң жүзінде, егер де ол науқастың еркімен. Науқастың еркімен ғана? Науқас өз қолымен өтініші жазу керек. Жыл сайын жалғасатын бұл заңсыз тіркеу қашанға дейін жалғаспақ? Тартып алатын емханалар мен тіркеуге барған емделушіні әуреге салатын дәрігерлердің заңсыздығын кім қадағалайды? Қазақстан Республикасында емделуші тіркелетін емхананы өзі таңдауға құқылы екендігін біле тұра, неліктен ұзақ ойланады? Бұл мәселені біздің журналистік топ әлі де зерттейтін болады.